Күндердің күнінде бір торғай ұшып кеп, бір шаруаның қорасына қонады да, шашылған дәндерді теріп жей бастайды. Мұны көріп, қожайынның мысығы қораның тасасында тұрып, торғайды аңдиды. Аңдып отырған мысық бір мезетте секіріп торғайды бас салады. Қанатының үстінен басып, тістеп тұрып, енді бір жақсылап тоятын болдым дейді. Сол кезде торғай мысыққа: «Ей, мысық мырза, ұялсаңшы, жуынғанды ұмытып барасыз ғой өзі. Өзіңіздің қожайыныңыз да, оның әйелі де жуынғаннан кейін барып тамақ жейді ғой» дейді. «Оның дұрыс екен-ау» деп, мысық жақсылап жуынып, сүртіну үшін алдыңғы аяғын тұмсығына апарады. Сол кезде торғай ұзақ ойланып жатпай, қанатын қағып, ұша жөнеледі. Мысық ыза болады. Содан бері қарай мысық атаулы тамақ жегеннен кейін жуынатын болған екен.